Пияз қабығын тастамаңыз. Иә, пияз қабығының қайнатпасының түрлі ауруларға ем екенін білетін бе едіңіз? Егер білмейтін болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай 2 дана пиязымызды аламыз. Ол пиязымыз таза болуы қажет және ешқандай жері бүлінбеген болуы керек. Осындай қабығын ақырындап қолдың көмегімен ажыратып аламыз. Оған дейін мен сіздердің қандай ауруға ем екенін айтайын. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек, қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады және де иммунитетті нығайтуға көп күшін тигізеді. Ағзаны шлактан тазалайды. Шашауды басып, қуаттандырады. Ағзадағы құрттардан арылтуға септігін тигізеді, ішек жолдарын реттейді, аяқ ауруларын емдеуге де пайдасын тигізеді. Пияздың қабығы 15 түрлі ауруға ем болады. Бұл қайнатпаны ішсеңіздер, сіздердің ішек жолдарыңыз реттеледі, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды. Өте пайдасы зор, сондықтан видеоны соңына дейін қарап, өте тез дайын болатын тұнбаны жасап, сізде ауруларыңыздың шипасын табыңыздар. Пияздың қабығы Е, Б, С және Р дәрументеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Және де қан қысымын реттеуге, қалпына келтіруге де көмегін тигізеді, қақырықты түсіреді. Сонымен қатар несеп жолдарының жұмысын реттейді. Егер сізде терілеріңізде безеу немесе экзема болатын болса, осы қайнатпаны ішсеңіздер, сіздердің беттегі, терідегі безеу мен экземаның жазылуына көп септігін тигізеді. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтан ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Пияздың өзі ғана емес, сонымен қатар пияздың қабығының да қайнатпасы 15 түрлі ауруға ем екен. Емдік қасиеті орасан зор, сондықтан да осыны жасап көріңіздер. Пияздың қабығының қайнатпасы жүрек қан тамырының жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазанды емдеуге де көмегі бар. Асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Сонымен қатар қан айналымын реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарады. Буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Және де инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ пияз қабығының қайнатпасы шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Дәл осылай 2-3 дана пияздың қабығын ашып алдық. Үстінен 2 стақандай қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Пияз қабығының пайдасын пиязды ашып болам дегенше мен сіздерге толық айтып түсіндірдім. Қандай ауруға ем екендігін де айттым. Ыстық су құйғаннан соң қақпақпен жауамыз, үстін шашықпен жауып 30 минутқа қалдырамыз. 30 минут өткеннен кейін бетін ашамыз. Біздің тұнбамыздың түсі осылай қызғыш болып, пияздың барлық витаминдері осы суға шығатын болады. Сүзгіштің көмегімен осылай бокалға немесе беті жабылатын ыдысымызға құйып қоямыз. Бұл тұнбаны бір ас қасықтан аш қарынға күніне 5 рет ішесіздер. Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық сақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып, шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, бір ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Бұл ақпараттардың барлығы ақпараттық сайттардан алынған, сондықтан қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіп алуды ұмытпаңыздар.
ақпарат сізге пайдалы болды ма? Осы және осыдан бөлек өте керемет ақпараттарды, рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.